Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мына жерде бізде сандық сипаттамаға байланысты есептерді шығаруды ары қарай жалғастырайық. Келесі бүгін біз білеміз, сандық сипаттамада 4 нұсқа бірдей болады. Бірақ есептердің түрлері әртүрлі. Яғни бізде екі бағанды бір-біріне салыстыру. Бұны кей кезде логика деп келеді. Бірақ сандық сипаттама, яғни сипаттау керек. Қайсысы үлкен немесе қайсысы кіші деген сұраққа жауап беру керек. Бұны А бағанның мәні артық, Б бағанның мәні екі баған тең немесе ақпарат жеткіліксіз деген сияқты. 4 еселі 20,8 болатын сан. Яғни 20,8-ді бөл 4-ге дейді. Бізде бұл шығады 5,2-ге. Мына жерде мына екеуін бір-біріне көбейтсек 4,9. Салыстырамыз, А бағанның мәні артық болады. Келесі есеп. 3 сағат 45 минут. 25 минутсыз 4 сағат. 4 сағат деп отырғанымыз бізде нені білдіреді балалар? Ол 3 сағат 60 минут деген сөз, иә? Значит, осыдан азайт 25 минутты. Минуттан минутты азайтамыз. Сонда минуттан минутты азайтқанда 5:35, иә? Сонда 3 сағат 35 минут болып тұр ғой. Қайсысы үлкен? 3 сағат 45 минут үлкен. Яғни А бағанның мәні артық. Бұл да А болады екен, балалар. Келесі кеттік. Үшінші есеп. 72 километр сағат. Километр сағатта, мына жерде километр сағат деген нәрсені метр секундқа айландырамыз. Значит, 1 километрде бізде 1000 метр бар. Бөл дейді сағатқа, иә? Сағат. 1 сағатта бізде 3600 секунд бар. Нөлдерін қысқартып жіберейік. Одан кейін 72 мен 36 қысқартайық. Мынаған 1-ден, мынаған 2-ден. Бұнда шығады 20 метр секунд. Бағандар байқасақ тең десек. 326 килограмм, иә? Так, 3 центнер, 1 центнер деп отырғанымыз 100 килограммға тең. Значит, 3 центнерде 300 килограммға қосамыз 62-ні. Тең болады 362 килограмм. 362 мен 326-ны салыстырғанда 362 үлкен, яғни бұл жерде Б бағаны үлкен. 7-ден 1-і 7-ден 2-ге тең сан. 7-ден 1-і 7-ден 2-ге тең сан. Так. 7-ден 1-і. Так, 7-ден 2-ні бөл 7-ден 1-ге. Сол кезде қаншаға тең екен сан шығады? 2, иә? Мына жерде 5-тен 1-і 5-тен 3-ге тең. Яғни 5-тен 3-і 5-тен 1-ге бөлеміз. Бөлуді білеміз ғой, иә? Бірінші баған сол күйінде жазамыз. Екінші бағанды кері бөлшекке айналдырамыз. 5 пен 5 қысқарады, сол кезде 3 шығады. Тексеріп қарайтын болсақ қараймыз. 3-ті көбейтеміз 5-тен 1-ге. Сол кезде міне 5-тен 3-ге тең болып тұр. Міне 5-тен 1-і 5-тен 3-ге тең сан. Ол 3. Мына жақта 3 пен 2-ні салыстырамыз. Бізде үлкен болады 3. Келесі файлға байланысты есеп. 80%. 80%-ды біз немен жазайық? 80%-ды бізде бөлшекпен жазу керек. 100. Так, 4-ке қысқартсақ, бұл жақта 20, бұл жақта 4-ке қысқартсақ 25 болады, иә? Бізге бөлімі міне мынау керек болып тұр. 25-тен 21. Қайсысы үлкен болады? Яғни алымы үлкен бөлшек тең болады. Себебі бөлімдері бірдей болса, алымы қайсысы үлкен, сол үлкен болады. Келесі сұрақ. Так, 2m плюс n минус 5, 2m минус n минус 10. Біз мына жерге қараймыз. Бізге артық шарт берілмеген. Біз тек қана жерде әріптерді салыстыратын болсақ, 2n мен 2m тең. Бірақ n қосылып тұр. N-нің біз неге тең екенін білмейміз. Сол себептен D нұсқасын таңдаймыз. Мәлімет жеткіліксіз бізге, ақпарат жеткіліксіз. Келесі есепке қарайық.
Так, мына жерде есептеуді қажет ете ме, есептеуді қажет етпей ме? Қараймыз. Есептеуді қажет етпейді секілді. Себебі 39-дан 36-на айтқан кезде 3, иә? Ана жерде 94-тен 93 жазатында минус 1. Уже теріс сан мен оң сан салыстырған кезде оң сан артық болады. Яғни А нұсқасының жауабы дұрыс болады. Келесі есепке қарайық. 60 санын 20%-ға арттырғанда шығатын сан. 60 санын 20%-ға арттырғанда шығатын сан. Так, бізде, значит, 60-ты көбейт 20%-ке арттыру дегенді біз білеміз, иә? 120% болу керек. Яғни 1,2-ге көбейт деген сөз. Келесі 10 санын, 60 санын 60%-ға 2 рет арттырғанда шығатын сан. Яғни 60-ты 10%-дан 2 рет арттыру керек. Яғни ол қайта-қайта 110% болады. 110-ды көбейт 110-ға деген сөз. Так, тең болады. 60 көбейтілген 11-дан 1 көбейткенде 121. Так, мына жерге қараймыз. Уже есептеудің қажеті жоқ. 1,2-ні көбейткенде 60-ға, немесе 60-ты 1,121-ге көбейткенде. Мәндерінің мәні бізге қайсы үлкен екенін анықтау үшін В нұсқасы үлкен болады. Себебі мына жерде 2,121 яқта. Енді даже былай істей салайықшы. Міне 20 мен 21-дің қайсы үлкен? 21 үлкен ғой. Келесі кетті. Келесі сан 1-ден 20-ға дейінгі сандардың барлық цифрларының саны. Барлық цифрларының саны, иә. Біз білеміз 1-ден 9-ға дейін 9 цифр бар екен. 9 цифр, 9 сан бар екен білеміз, иә. Ары қарай 10-нан 20-ға дейін анықтай аламыз. Қанша бар екен, иә? 2 таңбалы сан уже. 2 таңбалы. 2 таңба. Мына жерде уже қараймыз. 10-нан 19-ға дейін санайық, былай. Және де 20-дан 29-ға дейін. Мына жерде екеуінде де 2 таңбалы. 2 таңбалы. Сол себептен мына В бағанында цифрды көп қолданылатыны анық. Келесі есепке қарайық. Бұл жерде 86 мен тоже есептеуді қажет етпейтін есеп. Міне 7 бөлінген 5 үлкен ба, или 5 бөлінген 7 үлкен ба? Алымдағы үлкен санға қарайық, иә? Мына жерде уже 0,1 нәрсе шығады. Мына жерде 1,5-2. Мына жақта 0,1 нәрсе, сол себептен А нұсқасы үлкен болады. Ары қарай жалғастырайық. Ең күшті ортақ еселік 12 мен 7-ның және 21 мен 7-ның. Так, 12 мен 7 олар өзара жайсан. Өзара жайсан, иә. Сол себептен екеуінің көбейтіндісі болады. Ең күшті ортақ еселіктері 84. Ал мына жерде 21 21-ге бөлінеді, 21 7-ге бөлінеді. Яғни бұл жерде 21-ге тең. Яғни 21 мен 84 салыстыратын болсақ, 84 үлкен болады. Келесі есепке қарайық. 5, 4, 3, 2-ге көбейтіліп тұр. Мына жақта 1, 2, 3, 4, 5-ге көбейтіліп тұр. Так, бұл жерде байқасақ, не өзгеріп тұр? Орындар ауысқан және көбейтілгенде де мына жақта 1 артық көбейтіліп тұр, иә. Бірақ 1 артық көбейтілгенмен ол бізде ештеңені өзгертпейді. Сол себептен мәндері өзара тең. Келесі есеп. А бағанында 1 килограмм уақытта, Б бағанында 1 килограмм темір. Қайсысы ауыр деп тұр ғой, иә? Екеуі бір-бірімен тең. Себебі екеуі де 1 килограмм. Көлемдерімен әртүрлі болуы мүмкін. Мақта деген андай үлкен болуы мүмкін. Темірден кішкентай кусок болса да, бірақ бұл жерде басты ключевой сөз килограмм болып тұр ғой. Ары қарай келесі есепке кеттік. Так. 50-дің 65%. 50 санның 65%-ын 50-ді 0,65-ге көбейт деген сөз, иә. Ал келесі Б бағанында 64-ті көбейт 50%-ға.
0,5 немесе 0,152. Қараймыз. 64 мына жерде үтірден кейінгі сандар саны 1 деп алатын болсақ, бізге қараймыз. 64-ті 5-ке көбейт деп тұр. Мына жақта немесе 65-ті 5-ке көбейт. Әрине 65-ті 5-ке көбейткен үлкенірек болады мәнінде. Так, келесі 16-шы есеп. Қараймыз. Мына жақта b-ға n-ді көбейтіп тұр, мына жақта қосылғышқа көбейтіп тұр n-ді, иә. Бізде мына сандардың қайсысы оң сан, теріс сан екені белгісіз. Сол себептен бұл жерде ақпарат жеткіліксіз деген бізде қаншаға тең? 360 градусқа тең. Ширек бөлігі деген, значит, 4-ке бөл деген сөз. Сонда 90 градус болады, иә. Жазыңқы бұрыштың жартысы. Жазыңқы бұрыш бізде 180 градусқа тең болады. Оның жартысы 2-ке бөлеміз 90 болады. Яғни мәндер тең. Келесі есеп. X қосылған Y 9-ға тең, және X Y-тан үлкен деген шартымыз бар. Так, X пен 4,5 салыстыруымыз қажет. Ол үшін не істейміз? Біз мына жерде белгілі болып тұр, X қосылған Y-іміз 9-ға тең дейді. Және де мынау ненің орнына, Y-ның орнына X-ті қоятын болсақ, ол бәрібір Y-тен артық болады ғой. X-ті қоятын болсақ. Және де ол 9-ға тең дейтін болса, 2x артық 9-дан x артық 4,5-тен болады.